Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабаққа дайынбыз ба? Олай болса, сабағымызды бастайық. Білім беру саласы, әлеумет саласы, ұйымдастырылған оқу қызметіміз қоршаған ортамен танысу. Ұйымдастырылған оқу қызметінің тақырыбы мен және менің отбасым. Қанекей, біздің шаңырақ атты өлең жолдарын барлығымыз бірге жаттап алайық. Атамнан басталар, әжемнен қосталар, отбасым мыналар, ең жақын адамдар. Әкем және анам бар, бір туған атам бар, бір туған апам бар, бәрін жақсы көремін, еркелеймін, еремін. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгін біз сендермен отбасы туралы әңгімелесеміз. Әр бала өзіне тағылған жауапкершілік міндетін білуі керек. Міндет, жауапкершілік дегеніміз не балалар? Әр отбасында ата-ананың орны бөлек екен. Бала әкеден ақыл, анадан мейірім алады. Әке отбасымыздың асыраушысы, қамқоршысы, тірегі. Ал анамыз болса, отбасымыздың ұйытқысы, жылуы, шуағы. Жақсы ана отбасына береке әкеліп, отбасын бақытқа бөлейді екен. Балалар, қанекей барлығымыз бірінші тапсырмаға мұқият қарайық. Сурет бойынша жұмыс жасаймыз. Бірінші сұрақ, өз отбасыңдағы сенің міндетің қандай? Әркім өз міндетін қалай орындайды? Қанекей балалар, сурет бойынша мұқият қарап, суретте не болып жатыр? Атамыз не істеп отыр, әжеміз не істеп отыр, әкеміз бен анамыз не істеп жатыр? Солардың барлығына мұқият қарап, өздеріңнің өз отбасыларыңдағы міндеттерің туралы маған айтып беріңдер. Жарайсыңдар балалар. Екінші тапсырма, мақалды жатта да және мағынасын түсініп ал. Үлкенді сыйлау кішілік, үлгі мінез кісілік. Атасын көріп ой өсер, ағасын көріп бой өсер. Бұл мақалды да жаттап аламыз балалар. Жарайсыңдар. Қанекей, шаршаған болсақ, бір билеп, сергіп алайық. Бағы ішінде тұрамын гүлдей жайнап, жәудіреген көздерді жүрмін байлап, ерке күнге сүйдірген әсем көркің, қызғалдақпын көл жанын өскен бойлап. Қызыл гүлмін ай, қызықтырдым ай, аппақ гүлмін ай, ардақтымын ай. Қызыл гүлмін ай, қызықтырдым ай, аппақ гүлмін ай, ардақтымын ай. Қанекей, үшінші тапсырманы бастайық. Өзің суретте көрсетілген іс-әрекеттердің қайсысын орындайсың? Төмендегі суреттерге қарап, астындағы дөңгелектерді бояп, міндеттерімізді анықтап көрсетіп шығайық. Отбасы мүшелерімізге қандай көмек береміз? Олар сендердің көмектеріңнен қандай әсерде болады? Соны маған кері байланыс ретінде айтамыз, е? Балалар, мұнда 5-ші тапсырмада өз отбасыңа қандай тілек тілер едің? Ересектердің көмегімен тілекті толықтыр. Сендер отбасына қандай тілек тілейтіндеріңді жазасыңдар. Мысалға, менің отбасым бақытты. Отбасымдағы әрбір сәт қуаныш сыйлайды. Менің отбасым тату, ұзақ ғұмырлы болсын деймін. Ата-анамның ғұмыры ұзақ, дені сау болсын деп тілеймін деген сияқты тілектерді айтамыз және жазамыз. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабаққа барлығымыз толық қатыстық деп ойлаймын. Қанекей, егер сабақ
түсінікті болса, смайликтер арқылы кері байланыс жасаймыз. Ал балалар, келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.